Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз алгебралық бөлімдері әртүрлі алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Мақсатымыз бөлімдері әртүрлі алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды үйрену. Бүгінгі қысқаша жоспарымыз танысу, жаңа сабақ, бөлімдері әртүрлі алгебралық бөлшектерді қосу және азайту, салыстыру, білімдер тапсырмаларын орындаймыз. Одан соң зерттеу, өзіндік жұмыс, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Сабақтың соңын қорытындылау, жалпылаумен аяқтаймыз. Біз төменгі сыныптарда бөлімдері әртүрлі жай бөлшектерді қосу үшін мына формуланы қолданып келдік. Экранда көріп отырғандай, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтудың формуласын байқап отырсыздар. Яғни бұл жердегі А, Б, С, Д деп отқанымыз, яғни натурал сандар немесе бөлшек сандар. Және бөлшектің бөлімі В, Д, 0-ге тең емес деп қарастырдық. Яғни бөлшектің бөлімі 0-ге тең болса, онда өрнектердің мағынасы жоқ екенін білеміз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымызда осы А, В, С деп отқанымыз алгебралық өрнектер. Солардың ішіндегі алгебралық бөлшектер. Алгебралық бөлшектерді қосу немесе азайту күнделікті өмірде, тұрмыста, физикада, химияда, медицина, ғылымның барлық салаларында, құрылыс саласында қолданылады. Мысалға, екі қаладан ұшқан ұшақтың уақыттарын салыстыру үшін, немесе жылдамдықтарын салыстыру үшін, жүрілген жолды салыстыру үшін осы алгебралық бөлшектер пайдаланады. Және өзендегі қозғалыс, өзенге қарсы, ағыспенен қарсы және ағыспен жүрген жолдарды есептеуде пайдаланамыз, жылдамдықтарын есептеуде. Сол сияқты автомобильдердің де жылдамдықтарын, уақытын, жолын есептеу үшін де осы алгебралық өрнектер пайдаланады екен. Тағы да өмірде бірлесіп істелетін жұмыстарды есептеу кезінде де алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындаймыз. Жұмыстың өнімділігін табу үшін де, екі краннан аққан судың мөлшерін табу үшін де алгебралық бөлшектер қолданылады. Жалпы өмірдегі қарапайым қадамдарды есептеуде де әртүрлі қадаммен жүріп келе жатқан екі адамның қадамдарын есептеу кезінде де, олардың уақытын немесе жолын есептегенде де біз осы алгебралық бөлшектерді пайдаланамыз. Өмірде жалпы барлық өндіріс салаларында, өндірісте, банкте, статистикада да алгебралық бөлшектер қолданылады. Енді осы алгебралық бөлшектерді қосу, азайту үшін біз мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал: 2х бөлінген А-сы және 3y бөлінген B-сы екі өрнектің қосындысын табайық. Бұл жерде бөлімдері әртүрлі, яғни А-сы бірінші бөлшектікі, екінші бөлшектің бөлімі В-сы. Бөлімдері әртүрлі. Қосу үшін ортақ бөлімге келтіреміз, яғни екі бөлшектің ортақ бөлімі, ортақ еселігі десек те болады, А, В, С. Бірінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш В, екінші бөлшекке толықтауыш көбейткіш А. Енді екеуін көбейтіп, екі өрнекті қосуды орындаймыз. Яғни бұл жерде бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуға келеді. Өрнектерді қосу үшін ықшамдап, ең соңында өрнектің мәніне жетеміз. Келесі мысалымыз: 7х квадрат бөлінген А квадрат В төртінші дәрежелі және 5y квадрат А куб В квадрат бөлшектерінің айырмасын табайық. Бұл жерде де бөлімдері әртүрлі. Ортақ бөлімі енді екеуіне А куб бұның 4 дәрежесі. Толықтауыш көбейткіштер бірінші бөлшекке А-дан, екінші бөлшекке В квадраттан. Бірінші көбейткішті бірінші бөлшекке көбейттік, екінші толықтауыш көбейткішті екінші бөлшекке көбейтіп, екі бөлшектің айырмасын таптық. Өрнектерді ықшамдадық, өрнектің мәніне жеттік. Яғни бұл жерде өрнектерді түрлендіруде өрнектерді қосу, азайтуды пайдаланып отырмыз. Бөлімдері әртүрлі алгебралық бөлшектерді қосу мен азайту үшін оларды ортақ бөлімге келтіріп, одан соң бөлімдері бірдей бөлшектер сияқты
қосу немесе азайтуды орындайды екенбіз. Енді жалпы бүгінгі тақырыпты метасызба деген құрал арқылы түсіндіріп өтейін. Метасызба біз үшін, сабақты жүйелеу үшін, қорытындылау үшін немесе бекіту үшін өте таптырмайтын құрал болып есептеледі. Метасызбаның құрамында орта, яғни бұл жерде тақырып немесе бөлім қарастырылады. Одан кейін біздің қарастырайын отырған негізгі екі элементіміз немесе екі негізгі бөлшегіміз қарастырылады. Бұл екеуінің арасындағы байланыс қарастырылады. Және құбылыста осы екі элементтердің қандай байланысы бар екендігін қарастырамыз. Көрініс бөлімінде жалпы бұлар неден шыққандығын анықтаймыз. Ал осылардың орындалу жалпы үдерісте орындалады. Ең соңында нәтиже деген қорытындыға келеміз. Енді бүгінгі тақырыпты осы метасызба арқылы түсіндіріп өтейін. Яғни ортамыз алгебралық бөлшектер. Негізгі екі элементіміз екеуі де алгебралық бөлшек немесе рационал бөлшек деп алсам да болады. Одан кейін екеуінің арасындағы байланыс, яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз қосу және азайтуды орындау. Ал енді қосу азайтуды орындау үшін біз ережеге сүйенеміз. Бөлшектерді, бөлімдер, әртүрлі бөлшектерді қосу, азайту ережесі бізде құбылыс болып табылады. Жалпы осы құбылыс неден көрініс табады? Яғни бұл формуладан. Жалпы бізде алгебралық өрнектерді қосу формулаға негізделеді. Енді нәтижеге жету үшін бізде үдерісте, яғни алгоритмдер, өрнектің қосу ережелері сақталады. Ең бірінші алгебралық өрнектің бөлімі нөлге тең емес деп мүмкін мәндер жиынын тауып аламыз. Одан соң ортақ бөлімін табамыз. Қосымша көбейткіштерді табамыз. Әрбір бөлшекте қосымша көбейткіштерді көбейтеміз. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайту ережесінің орындалатынына көз жеткіземіз. Одан кейін өрнектерді қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Қысқартуларды пайдаланамыз, ықшамдауларды пайдаланамыз, яғни өрнектерді түрлендіруді қолданамыз. Бұның барлығы да, яғни өрнектерді түрлендіру деп аталады. Ал жалпы осы өрнектерді түрлендіруді орындап болғаннан кейін бізде нәтиже, яғни өрнектің мәні шығады. Алгебралық бөлшектерді қосып азайтқан кезде өрнектің мәні өрнек болуы мүмкін, немесе сан болуы мүмкін. Ал жалпы осы алгебралық бөлшектерді қосу, азайту өмірде қолданыла ма деген өзімізге сұрақ қоятын болсақ. Әрине, өмірде қолданамыз. Барлық тұрмыста, техникада, ғылым саласының барлығында да алгебралық бөлшектер қолданылады екен. Енді бүгінгі тақырыбымызды әрі қарай бекіту үшін тапсырмаларды орындаймыз. Мінекей бөлімдері әртүрлі 5 тапсырма берілген. Осы тапсырмаларды орындап, біз білімдерімізді әрі қарай бекітіп жүйелейміз. Одан кейін білімлет сайты бойынша тестті орындаймыз. Одан кейін оқулықпен жұмыс жасаймыз. Әрі қарай үйге осы тапсырманы аяқтауды аламыз. Бүгінгі тақырып бойынша неке осы балалар.